Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Бүгін сіздерге QR-код жайлы айтқалы отырмын. QR-кодпен қалай жұмыс жасауға болады? Қандай кезде қолданамыз? Алдымен осы сұраққа жауап берейін. Мысалы, ашық сабақта мен осы мәтіннің жанына QR-кодты қойып қойдым. Мұғалімдер өздері телефонымен кіріп мәтінді оқи алады. Және де семинар уақытында және ашық сабақтарда кері байланыс қажет болса, QR-код арқылы заманауи түрде ұсынуға болады. Ол үшін біз Google-ға немесе Яндекске кіріп, поискке mi-qr.com деп жазамыз. Бірінші шыққан mi-qr.com-ға кіреміз. Міне біз кіргенде мұнда бізде осылай тұрады. Бұл жерде сіздер ссылканы, Wi-Fi-ды, PDF файлды, картинканы, WhatsApp, әлеуметтік желілер, аудио барлығында сіздер QR-код арқылы жасай аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай көптеген мүмкіндіктері бар. TikTok, YouTube, email, Instagram дейді. Суреттер, ән, Telegram барлығын осылай сіздер QR-кодпен жасай аласыздар. Мен сіздерге мысалы презентацияны, мысалы мен сіздерге текст көрсетейін, көп қолданылатын. Текст дегенді басамыз. Міне бізге осылай ашылады. Мұнда яғни біз өз мәтінімізді жазамыз. Кез келген мәтінді 5000 сөзге дейін жаза аласыз. Мысалы интернеттен аласыз, өзіңізге керекті мәтінді жазасыз. Мен осы мәтінді алып көрсетейін. Міне тексті жаздық. Енді төменде мына жерге кіріп таңдап аласыз. Яғни бұл жерде сіз бизнеске арналған QR-код па, білімге қатысты QR-код па, немесе киноға қатысты ма, аудиоға қатысты ма, осының барлығын өзіңізге қажеттісін таңдап аласыз. Білім жолына қатысты болғандықтан education таңдаймын. Мына батырманы басамыз. Сізге осы жерде QR-кодты дайындап береді. Бізге осылай шығады. Мұнда показать дегенді басып аламыз. Осы жерде бізге берілген әртүрлі шаблондар. День рождения. Мұнда бізге олар керек емес. Төменге түсеміз. Өзімізге ұнайтынын таңдап аламыз. Асықпай отырып қарасаңыздар болады. Міне мысалы работа и профессия деп тұр. Бізге осы сай келетін сияқты осыны таңдап аламыз. Мысалы, мына қолмен тұрған QR-кодты таңдауға болады. Мен мұны алып көрсетейін. Ол яғни мұндай болып тұрады. Ал егер мынаны таңдасақ, ол былай көрінеді. Өзіңізге қайсы керек, қайсы ыңғайлы, соны таңдап аласыз. Маған мысалы осы қажет. Міне біздің QR-код дайын. Жай ғана скачать QR-код деп басасыз. Скачать етілген жұмысты сіз өзіңіздің файлыңыздан загрузкеден қарай аласыз. Мен ноутбугымде өте көп материал болғандықтан ноутбугым кішкене дұрыс істемей жатыр. Міне құрметті әріптестер, осылай біздің QR-код дайын болды. Басқаша етіп те өзгертуге болады, немесе стандарт түрінде жай ғана QR-код дайындауға болады. Және бұл жерде сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңызды ашып, түрлі шаблондарды сақтап алуларыңызға болады. Осылай кез келген әлеуметтік желіге немесе YouTube видеоның ссылкасына барлығына QR-кодты қоя аласыздар. Барлығы да осы жерде толық тұр. mi-qr.com жаңағы сайты өте ыңғайлы және өте жылдам. Барлықтарыңызға сәттілік. Алда тағы да көптеген видеолар салатын боламын. Міндетті түрде каналға жазылып алыңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, осы комментарийға жазуларыңызға болады. Ұсыныстарыңыз болса, немесе Instagram каналға дайректке жазуларыңызға болады. Міндетті түрде барлығын оқимын. Ұсыныстарыңыз болса, мындай көрнекілік жасаңыз, немесе мынандай бағдарламаны түсіндіріп өтсеңіз десеңіздер, барлығын міндетті түрде осы YouTube каналға салып отырамын.
Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.